Кандидоз дегенimiz молочница деп атайды. Айыл адамдарда көп жиі кездесетін аурулардың бірі болып саналады. Кандидоздың белгілері: бірінші, қышиды, содан кейін выделение болады. Выделение творожный масса секілді выделение келеді қынаптан. Қазір тез жасалатын әдісті айтамын. Сода ол қынаптағы выделениені кетіріп, қынаптағы микробтарды жоюға өте көмектеседі. Дайындау тәсілі: 1 литр суға 2 ас қасық сода саласыз, және бұл қоспаға 1 қасық йод саласыз. Бұл қоспаны грушамен жууыңызға болады, немесе қолыңызбен шаюыңызға болады. Сода қоспасы үй жағдайында өте жеңіл қолданылатын тәсіл, микробтарды өлтіреді және ауруды емдеуге бірден-бір көмегі бар. Жуынатын сабыныңызды дұрыстап таңдағаныңыз жөн, және де іш киіміңізді матасына қарап дұрыстап таңдаңыз, және әрдайым таза жүріңіз, тазалыққа қараңыз. Каналға тіркелеміз достар, сау болыңдар. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.